Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Субурбикон фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк батырмасын аямай басуды ұмытпаймыз. 1959 жыл. Фильм 60 мың тұрғыны бар тыныш әрі керемет. Ешкімнің нәсілі түр-түсіне қарамай қарсы алатын Субурбиконның жарнамасымен басталады. Мұнда отбасыға қажетті мектеп, сауда орталығы, аурухана бар еді. Бұл жерге Американың түкпір-түкпірінен халық көшіп келуде. Себебі Субурбиконда кез келген отбасыны құшақ жая қарсы алады. Пошташы жергілікті бір үйге келіп, миссис Майерс қайда деп сұрайды. Келіншек өзінің дәл осы адам екенін айтқанда, таң қалған пошташы хатты бермей сасып кете барады. Айналадағы көршілердің барлығы өздерінің көршілесінің қара нәсілді екеніне таңданады. Халық тіпті қалашық әкіміне барып, өздерінің оларды жақтырмайтындарын және оларды онда тұруы мүмкін емес екенін айтады. Әкім олар ешкімнің көзіне түспес үшін үйін үлкен қоршаумен қаптап тастауды ұсынады. Сондай-ақ халық арызданып, қара нәсілділердің қоғамға араласуға қарсы емес екенін, дегенмен олардың өздерінің қоғамға араласқысы келмейтінін жазады. Әпкелес сіңлілі егіздер Роуз бен Маргарет өздерінің көршілерін әңгімелеп, Маргарет өзінің жиені Никиді көрші Майерстің ұлы Эндимен ойнауға жібереді. Балаларға үлкендердің пікірі белгісіз болғандықтан тез тіл табысып кетеді. Кешке Ники радио тыңдап жатқанда, әкесі келіп, үйге бандиттер түскенін хабарлап төменге алып түседі. Холда жиналған отбасы жеркенішті томпақ еркектің Роуздың арбасында отырғанын көреді. Гарнер томпақ еркекпен қасындағы досына ішімдік береді. Ол Роузды арбасына отырғызады. Роуз күйеуінің кесірінен болған көлік апатынан кейін арбаға тамылып қалған еді. Бір топ бандиттер Майерстің үйін қоршап алады. Ал екі бандит үй ішіндегілерді үстелге жіппен байлап, хлороформ мен Маргаретті, Гарнерді, артынан Роузды бірнеше рет, ең соңғы Никиді есінен тандырады. Ники ауруханада есін жиып, Маргарет пен Гарнерді көреді. Өкінішке орай анасының өкпесі шыдамай қайтыс болады. Мич көкесі оның көңілін аулап ақша беріп ойнатады. Артынан көлік ішінде бандиттердің кім екенін білгенде өлтіретін едім дейді. Бірақ оның сөзіне ешкімде көңіл аудармайды. Гарнер ұлына Маргарет тәтесінің уақытша өздерімен бірге тұратынын, өзінің уақытша жертөледе жататынын айтады. Никиге көрші Энди кішкентай жылан сыйлайды. Кешкілік үйде Ники әкесінің даусын естіп бөлмесінен шығып, Маргарет пен әкесін көреді. Тәтесі оны ұйықтауға жатқызып, анасы үшін дұға жасайды. Ертеңіне далада көрші келіншектердің барлығы оларға көңіл айтып, бұрын соңды мұндай сұмдықтың болмағанын айтады. Жұмысқа келген Гарнерге барлығы көңіл айтады. Ол өзінің компаниясында қаржы директоры, алайда оның жұмыс істеуге мүлдем құлқы жоқ еді. Оған полиция хабарласып, күдіктілерді тапқанын айтып, келуін сұрайды. Бөлімшеде Маргарет пен Ники де болады. Ұлын көрген Гарнердің мазашы қашып, ұлының бандиттерді тағы да көргенін қаламайтынын айтып, өздері ішке кіріп кетеді. Алайда ішке Ники тығылып кіреді. Маргарет пен Гарнер кісі өлтірушінің бұл жерде жоқ екенін айтады. Бірақ Ники дәл сол еркекті көреді. Қорыққаннан ештеңе де айта алмайды. Осы кезде бөлменің жарығы қосылып, барлығы Никиді көреді. Бірақ оны бірден сыртқа шығарып жібереді. Көлікте отырған Ники әкесі мен тәтесіне тесіліп қарап отырады. Олар өмірде қиын жағдайлардың болып тұратынын, және осы кезге дейін оларды айналып өтіп жүргенін, қазір де солай бәрінен бірге өтетінін айтады. Ваннада отырған Ники әкесіне не үшін шындықты айтпағанын сұрайды. Әкесі олардың шынымен де ол жерде болмағанын және осы жағдайлар туралы ешкімге айтпағаны абзал болатынын ескертеді. Ертеңіне Маргарет салонға барып шашын сарыға бояп, әпкесіне айнымай өзінің әпкесінің орнын басқысы келетіндей болып көрінеді. Үйге келген Ники әскери академияның қағазын көріп тұрғанда, жертөледен әйелдің шыңғырған дауысын естиді. Қорыққан ол пышақ алып төменге келеді. Ол өзінің әкесі мен тәтесінің неғылып жатқан жерінен түседі. Тұрғындардың сұрауымен Майерстер отбасының үйі үлкен қоршаумен қоршалады. Көрген нәрселерінен кейін Ники тамақ ішуден бас тартып өзінің үйден кеткісі келетінін айтады. Маргарет оның сөзінің тек өзі жұмысқа тұрып ақша тапқаннан кейін ғана күші болатынын жасырмайды. Бандиттер Гарнердің жұмысына келіп, ол аузын ашамын дегенше бір удар беріп, артынан оның ұлымен проблеманы шешіп беруін, сондай-ақ әйелінің өлімі үшін қалған ақшаны тезірек төлеуін сұрайды. Көзілдірігін қайта киген Гарнер енді не істесем екен деп ойланады. Бір топ тұрғындар Майерстің қоршауына жиналып у-шу қылады.
Энди Никиге олар шаршағанда орнына басқалары келетінін, сол себепті шудың күні-түні тоқтамайтынын, бірақ оның әкесі оған мүлдем көңіл аудармау керек екенін айтқанын айтады. Митч Гарнерге хабарласып, өзінің жиенін уайымдап жүргенін, оның отбасында бір нәрселердің болып жатқанын естігенін айтады. Гарнер тұтқаны қоя салады. Гарнер кешке Никиді бөлмесіне шақырып, шешесінің оны тым еркелетіп жібергенін, сондықтан ол ұлына арнайы дисциплина мен қоғаммен араласуға үйрететін әскери академия тапқанын, келесі семестрден бастап сонда оқуға баратынын айтады. Жауап ретінде Ники бөлмесінің есігін құлыптап қояды. Миссис Майерс дүкенге барып, әрбір заттың ол үшін $20 тұратынын естиді. Солай ол ешқандай зат сатып ала алмай қайтады. Кешкісін олардың үйінің жанына бір топ халық жиналып ән айта бастайды. Майерстер теледидардан халық арасындағы нәсілшілдік жайлы мәселе жайлы көріп отырады. Онда қалай болғанда басқа нәсілділерді қабылдауға тура келетіні жайлы айтылады. Гарнер мен Маргарет сақтандырудың ақшасын алып, Аруба аралына кетуді қалайды. Себебі ол жақтан оларды ешкімде ұстай алмайтын. Гарнер мен Роуз өздерінің көптеген демалыстарын сонда өткізген. Маргарет өздерінің әлдеқашан дәл осылай жасауы керек екенін айтады. Ертеңіне Гарнердің жұмысына полиция қызметкері келіп, оның сынған мұрнына көңіл аударады. Ол өзінің ұлымен ойнап жүріп жарақат алғанын айтады. Полиция қызметкері көлік апатынан Ризоли деген адам қайтыс болғанын, ол мафия мүшелеріне қарызға ақша беріп жүргенін, және оның қарыз дәптерінде Гарнердің есімі жазылғандығын айтады. Гарнердің оның $7000 қарызын бермеуі келіншегінің өліміне әкеліп соққан шығар деп болжайды. Дегенмен Гарнер оны мүлдем танымайтынын айтады. Маргарет үйде жалғыз болғанында сақтандыру компаниясынан келіп, оның әпкесінің сақтандыру жайлы сөйлескісі келетінін айтады. Маргареттің кешірек келіңіз дегеніне қарамастан үйге кірген Бат әпкесінің өлімінің сақтандырумен қатысы бар деп болжайды. Себебі өлімнен 3 ай бұрын сақтандыру мөлшері тым артқан. Сондай-ақ көлік апаты болып, сақтандыру компаниясы өте қомақты мөлшерде оларға айыппұл төлегенін, үйдің соңғы 3 айлық кредитінің төленбегенін, себебі Гарнердің ашқан компаниясы банкротқа ұшырағанын айтып, көптеген тұрғындардың Майерстің отбасын сылтауратып сақтандырудан ақша сұрап жатқанын, өзінің компанияда көп жыл жұмыс істегеніне байланысты жалған ақпаратты бірден сезетінін айтып, Маргаретке сіз Гарнермен жатып жүрсіз ғой деп төтесінен сұрайды. Егер Роузды өлтірген осы екеуі екені анықталатын болса, үлкен былықта екенін ескертеді. Халық Майерстер отбасына күн бермейді. Бандиттер автобус жүргізушісі болып жұмыс атқарады. Томпақ бандит досына ұл мен әйелдің есесін беруі керек екенін айтады. Майерс үйінің айналасына жиналған халық көтеріліп, олардың осы жерден көшуін талап етеді. Полиция қызметкерлері оларды баса алмайды. Олар Майерс отбасының көлігін таптайды. Маргарет жұмыстан келген Гарнерге сақтандыру компаниясы жайлы айтады. Бат қайтадан олардың үйіне келіп, Гарнердің сақтандырудағы ақшаны алу үшін әйелін өлтіргенін айтады. Осы кезде Маргарет оларға кофе әкеліп береді. Оны ішкен Бат тамағын ұстап шыңғырады. Маргарет оның кофесіне сілті қосып берген болып шығады. Сырттағы халық Майерстің көлігін өртеп, терезесін сындырып, үй ішіне кіруге талпынады. Бат үй ішінен әрең дегенде есікті тауып далаға шығады. Артынан шыққан Гарнер оны қара құстан бір ұрып құлатады. Оны ешкім де көрмейді. Ники Митч көкесіне хабарласып тезірек келуін, олардың оны өлтіретінін айтып жатқанда қоңырау үзіліп кетеді. Гарнер үйге кіріп, дененің көліктің артында екенін айтып, кетуге мәжбүр болады. Оның артынан томпақ бандит түседі, ал екіншісі үйдің ішіне қарай кетеді. Маргарет көптеген дәріні ұнтақтап Никидің наны мен сүтіне араластырып, оның тамақ ішуін сұрайды. Осы кезде бандит ішке келіп, Маргаретті қылғындыруға көшеді. Гарнер көлікті құрылыстың қасына тастап, өзі велосипедпен үйге қайтады. Маргаретті өлтірген бандит Никиді іздеуге кірісіп, оны табады. Алайда оның артынан Митч келіп, оны атады. Никиді шығарып алып, қолына пистолет беріп, өзі телефонға барады. Алайда оның өзі пышақпен жарақатталған болып шығады. Жолда келе жатқан Гарнерді томпақ бандит қуып жетіп, қорқытып келе жатқанда оны көлікпен қағып кетеді. Үйге келген Гарнер үй ішінен 3 адамның денесін табады. Шкафты ашқан ол пистолетті қаған ұлын көреді. Мистер Майерс өртенген көлігімен үйіне қарап отырады. Гарнер ұлына бандиттердің жаман адамдар екенін, және Никидің қара баладан аулақ болуы керек екенін айтады. Ники осының бәрі әкесінің кесірінен екенін жасырмайды. Гарнер Маргареттің дайындаған бутерброды мен сүтін ішіп отырып,
үйдің үлкені болғандықтан көп нәрсені өзі шешетінін, мысалы масыл болған адаммен деп өзінің өлген келіншегін меңзейді. Бандиттер сенің анаңды өлтірді, Маргарет Мичті өлтірді, ана оңбаған бандит сені өлтірді деп айтады. Ники әкесінің оны өлтіретінін түсінеді. Ники полицияға осының бәрін айтса өзін құтқарамын деп ойлайды. Таңертең мистер Майерс өртенген көлігінен документін алады. Теледидарда бір апа кеште көшеде бір адамды көлік қағып кеткенін, мұндай жағдайдың Майерстар келмей тұрғанда ешқашанда болмағанын айтады. Ал бір жас қыз Субурбиконға қара нәсілділер болмағаны себепті көшіп келгенін айтады. Өліп қалған Гарнер үстел үстінде жатады. Ники қолғабын алып, тыныш әрі керемет, ешкімнің нәсілі түр-түсіне қарамай қарсы алатын Субурбиконда көрші Эндимен ойнауға шығады. Адамның жаманы ұлтқа, нәсілге қарамайды деген осы болар. Киношолу сізге ұнады ма? Өз пікіріңізді міндетті түрде қалдырыңыз, ол біз үшін өте маңызды.